Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бір кездері біздің планетамыз 160 миллион жыл бойы үлкен бауыр мен жорғалаушыларға тиесілі болды. Құрлықты, мұхиттар мен аспанды билеген бұл алыптарға ешқандай тіршілік иелері қарсы тұра алмады. Бірақ ақыр соңында бұл хайуандардың да жердегі тіршіліктері өз мәресіне жетті. Бор дәуірінің соңына қарай аспаннан жер бетіне жойқын күшпен астероидтың құлауы, жер бетінен динозаврлардың жойылуына әкелді. Сол сәттен кейін араға миллиондаған жылдар салып, планетада тіршілік иелері қайта өзара бәсекелестіктерін бастады. Бүгінгі видеода біз сіздермен динозаврлардан кейін қалған бос орындарды толтырып, жер бетінде үстемдік еткен жыртқыш жануарлармен танысамыз. Бастамас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып қолдау білдіріп отырайық. Ендеше көп созбай біз бастаймыз. Титанова, Амазонканың қойнауында 58 миллионнан астам жыл бұрын Палеоцен дәуірінде оның жолына қадам басқандардың барлығына үрей тудырған 12 метрлік алып жылан. Салмағы 1 тоннадан асатын бұл жылан қазіргі тосы анакондадан 2 есеге үлкен болған. Бұл жылан улы болмаған, өзінің олжасын қалың бұлшық етті денесімен тұншықтырып, ақыр соңында тұтасытып қоятын. Титанова қазіргі Перу мен Колумбияда өмір сүрген. Қолтырауындар, балықтар мен тасбақалар негізгі қорек көзі болған. Титанова экожүйенің немесе климаттың өзгеруіне байланысты жер бетінен жойылды. Базилозавр кей тұқымдасына жататын орта және кейінгі эоценде өмір сүрген жануар. Олар осыдан 36 миллионнан астам жыл бұрын өмір сүрген. Өз дәуірінің ең мықты жыртқышы болып есептелген бұл хайуан 21 метрге дейін жеткен. Базилозавр ұзын денесімен суда қазіргі жылан балықтар сияқты қозғалған. Негізгі қорек көзі басқа киттер мен үлкен балықтар болған. Бұл ежелгі жыртқыштың алғашқы қалдықтары 19 ғасырда табылды. Қазіргі ақш, Иордания, Пәкістан, Мысыр аумағындағы мұхиттарда өмір сүрген. Базилозаврдың алғашқы толық қаңқасы 2015 жылы табылды. Онымен бірге жануардың жеміне айналған киттердің де қалдықтары да табылды. Динохиус солтүстік Американы 18 миллионнан астам жыл бұрын Олигоцен дәуірінде мекен еткен. Терминатор қабан лақап аты бар, барлығын жейтін тіпті өлексемен де қоректене беретін жыртқыш. 1,5 метрден аса бойы, 3,5 метр дене ұзындығы және салмағы 1 тоннаға дейін жететін. Бұл қабан сол дәуірде мекен еткен сүтқоректілердің нағыз қорқынышына айналған. Динохиус өз туыстарының арасында ең үлкен түрі болды. Оның бас сүйегінің өзі 90 сантиметр. Азу тістерін пайдаланып олжасының сүйектерімен қоса жейтін болды деп болжайды. Бұл қабан өз дәуірінің нағыз қатыгез жыртқышы болды. Бірақ басқа пайда болған сүтқоректі жыртқыштардың бәсекелестігі бұл қабанның жойылуына әкелді. Мегалодон шамамен 3,5 миллионнан астам жыл бұрын Миоцен мен Плеоцен дәуірінде өмір сүрген алып акула. Бұл алып қанды акула дүниежүзілік мұхиттарда ұзақ жылдар бойы патшалық етті. Оның ұзындығы шамамен 15 метрдей болды. Салмағы 30-40 тоннаға дейін жетті. Мегалодонның негізгі тағам көзі киттер, итбалықтар және дельфиндер сияқты теңіз сүтқоректілері болды. Массивті денесіне байланысты мегалодон жылдан болмады. Аңшылық кезінде тереңдікте сәт түскенше олжасын ұзақ уақыт бойы күтіп, кенеттен шабуыл жасаған. Мегалодонның тістері 18 сантиметрге жеткен және мұхит тарихындағы ең күшті тістеу иесі деп есептелінеді. Мегалодонның жойылуы дүниежүзі мұхиттарының температурасы төмендеуі басты себеп болды. Амфисионит немесе аю ит жойылып кеткен. Ит тәрізді жыртқыш сүтқоректілер тұқымдасы. Алғашқы белгілі өкілдері эоценде пайда болып, соңғы өкілдері миоценге дейін жеткен. Шамамен 9 миллионнан астам жыл бұрын олар Африка, Еуропа, Солтүстік Америкада мекендеген. Сыртқы түрі бойынша амфисиониттер аю мен ит арасындағы нәрсеге ұқсайды, сондықтан оларды ағылшын тілінде аид деп атайды. Дене бітімі қазіргі арыстандай, салмағы 750 килограммға дейін жеткен. Ерте миоценде бұл жыртқыштың түрлері көбейді. Олардың кейбіреулері жылдам жүгіріп, үлкен аңдарды аулады, өлекселерді де жеді. Өз дәуірінде үстемдік еткен нөмір бірінші жыртқышы болды. Миоцен дәуірінің аяғында жойылды. Форорокостар оңтүстік Американы 2 миллионнан астам жыл бұрын Плейстоцен дәуірінде мекен еткен.
ұшпайтын етқоректі жыртқыш құстар. Бұл құстар 2,5 тіпті 3 метр биіктікке жетіп, салмағы шамамен 150-300 килограммға дейін жетті. Ұзын күшті аяқтары жақсы жүгіру қасиеттерін қамтамасыз етті, ал қанаттары өте кішкентай болды. Басы сүйегі көлемі жағынан жылқының басынан кем түспеді. Аңшылықта үлкен жылдамдығы және балтамен шақпандай соққы жасайтын үлкен тұмсығы олжасын еш қиындықсыз ұстауға мүмкіндік берді. Олар осы күнге дейін біздің планетамызда өмір сүрген ең қауіпті құстардың бірі болып табылады. Бірақ солтүстік Америкадан жыртқыш сүтқоректілер келгеннен кейін фаророкустар ұзақ бәсекелестікке төтеп бере алмады. Қысқа жүзді аю плейстоцен дәуірінің соңына қарай осыдан 10 мың жыл бұрын өмір сүрген алып аю. Бұл аю тұқымдастарының ішінде ең үлкен түрінің бірі. Табылған қалдықтарына қарай сүйенсек, екі аяқпен тұрған күйде бойы 4,5 метр болса, ересек еркек аюлардың салмағы 1 тоннадан асатын болған. Барлық белгілі аюлардың ішінде қысқа жүзді аюдың етқоректі өмір салтына бейімделген жақтары болды. Оның азу тістері өте массивті болды және өте күшті жақ бұлшықеттерімен біріктірілген. Ол аюға олжасын тістегенде бірден өлтіретін күш берді. Өзінің алып денесіне байланысты аю өте баяу болды. Сондықтан олар өзінен кіші болған жануарлардың жемдерін тартып алып, немесе өлексемен қоректенген деп болжайды ғалымдар. Қысқа жүзді аю мұз дәуірінің соңына қарай жойылды. Қанжар тісті жолбарыс плейстоцен дәуірінде солтүстік және оңтүстік Америкада мекен еткен. Қанжар тісті жолбарыс керемет күшке ие және пышақтай өткір 17 сантиметр азу тістерімен қаруланған. Бұл алып американдық континенттерде 2 миллионға жуық жылдар бойы үстемдік етті. Смилодон арыстанның өлшеміндей және салмағы 400 килограммға жететін қысқа құйрықты болды. Қысқа құйрығы оның жүгіру кезінде тепе-теңдік сақтауына мүмкіндік бермеді. Сондықтан бұл жыртқыштар үлкен баяу қозғалатын аңдарда аулаған. Артқы қысқа аяқтары мен ұзын күшті алдыңғы аяқтары жыртқыштың өз олжасын қозғалыссыз ұстап, содан кейін азу тістерімен өлімге әкелетіндей етіп тістеген. Смилодон бірте-бірте өздерінің әдеттегі тағамы ірі сүтқоректілерді жоғалтты. Мысықтардың азу тістері оларға ұсақ аң аулауға мүмкіндік бермеді. Бұл олардың біртіндеп жойылуына әкелді. Дәл осындай алып жыртқыштар бір кездері біздің планетада өмір сүрді. Олардың табылған қазба қалдықтары бізге олармен жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. Осымен біздің видео да өз мәресіне жетті. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.